Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жасалу жолы да оңай, тез дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалайық. Ең алдымен бізге осылай мен алдына жұмыртқаларды жарып алдым. Үстіне қантымызды салып, міндетті түрде 2 есе ағарғанға дейін миксерлеуіміз керек. Үстіне сұйық майымызды, иісі жоқ сұйық май болу керек. Және де сапасы жақсы сгущенкамызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап тұрып тағы да миксерлеп жібереміз. Яғни массаларымыз, заттарымыз бірігу керек жұмыртқамен бірге. Осы кезде үстінен ұнымызды салып, оның үстіне міндетті түрде разрыхлитель салып аламыз. Жақсылап тұрып аздан сала отырып, осылай миксерлеуіміз қажет. Бірден ұнды көп бірден салып жүрмеңіздер, өйткені массаңыз түсіп кетеді. Аздан салып осылай миксерлейміз. Оның үстіне разрыхлитель қосуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Осымен қамырымыз дайын. Мен бұл қамырды 24 диаметрлі формаға құйдым. Және астында менде трифоновый коврик, сізде пергамент қағазын қолдансаңыздар болады. Осылай міне қамырымызды барлығын құйып болғаннан кейін міндетті түрде қызып тұрған пешке салуымыз керек. 180 градуста 30-40 пісіріп аласыздар. Піскенін шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады ортасын. Міне осымен пирогымыз дайын. Енді осы пирогымызды қалауынша әртүрлі қойып әсемдесеңіздер болады. Мен бұл жерде шоколадный глазурды құйып шықтым. Бұл шоколадный глазур бізде шоколадсыз дайындалады. Рецептісін описанияға қалдырып кетемін. Өте дәмді қою глазур болып шығады. Сіздер қалауынша пирогтың бетіне сахарный пудраны, не болмаса таза шоколадтың өзіне осылай құйсаңыздар болады. Болмаса ақ шоколадты құйсаңыздар болады. Қаймақ қосылған қантты қоссаңыздар болады. Өз қалауынша. Міне осымен пирогымыз дайын. Мен әсемдік ретінде тағы да шеттеріне кокосовый стружкаларды сүйіп шықтым. Сіздер қалауынша кез келген жаңғақтың түрін қолдасаңыздар болады. Осымен пирогымыз дайын. Сіздерге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.